Абайды абай қылған Құнанбайдың малы деген сөз қазір Қазақстанда қызу талқыға түсіп жатыр. Негізі Абай атамыз сол уақыттағы әкесінің қамқорлығы әрине бар, және әкесінің берген мүмкіншілігін ең бастысы жақсы пайдалана білді. Ол кезде енді байдың балалары аз болған жоқ шығар, бірақ солардың ішінен бүкіл қатарын озып шығып, Абай атамыз осындай дәрежеге жете білді. Қазір де мысалы Құнанбайдай әкең болмаса да, болашақ бағдарламасы бар, басқа да бағдарламалар бар, шетелдегі университеттердің өзінің ішкі гранттары бар. Оқимын деген адамдарға мүмкіншілік жеткілікті. Сіз нені таңдайсыз? Өз ауылыңызда қалып, ешқандай шет тілін білмей, мысалы Абай атамыз орыс тілін, араб тілін, парсы тілдерін жете меңгерген, шет тілдерін. Соның арқасында көптеген кітаптарды оқып, аударып, өзінің қанша шығармашылық жұмыстарымен басқа азаматтарда да ағартушылық жұмыспен өте жақсы айналысқан. Біз де қазіргі таңда өз саламызда, бұл мұғалім болсын, бұл медицина сала қызметкерлері болсын, инженер техникалық, айтишниктер, мұнай-газ саласындағы азаматтар болсын, барлығы өзінің саласындағы мықты болғысы келетін болса, карьерасын одан ары жалғастырғысы келетін болса, өзінің бала-шағасына да, менің балаларым Қазақстанда да білім бар, міне шетелде де білім бар, көріңдер, осылар азаматтармен терезелерің тең болсын, ешкімнен артта қалмаңдар деген мақсатты көрсете білу үшін, менің ойымша, осындай мүмкіншіліктерді пайдалану білу керек. Абай атамыз секілді шетелді көріп оқитын болсақ, Құнанбайдай әкесі секілді балаларымызды шетелде оқыту мүмкіншілігін қатар алып жүруге де болады деп ойлаймын.